Расымен алтын қоңызды бүгінде нарыққа шығарып жатқан адамдар өте көп. Сенің басты ерекшелігің не оларда? Мен айналыссам жаңағы соңына дейін қолдану жолын айтып отырамын біріншіден. Мгм. Екіншіден кері байланыс болады. Заблокировать етіп жоқ болып кетеміз. Бұл қалай сонда адамға әсер етеді? Мысалы, шөп жегендіктен ба? Өнімдерде Мгм. бір жерге шынымен ем болатын болса, значит бір жерге де кері әсер болу ықтималығы бар. То есть барлық жерге ем, ешқандай кері показаниясы жоқ дейтін нәрсе Ондай болса, дәнек жоқ. значит онда вопрос бар бұл жерде. Мынау сары қоңызды, алтын қоңызды не үшін ішеді? Қандай пайдасы бар бұның? Урологқа барды, емделді, болмады. Мгм. Сол кезде келеді. Бірінші адам халық медицинасына жүгінеді. А. Емделіп кетсе, ұшықталып кетсе, болды, ары қарай дәрігерге бармайды. Ал сәлем, бриллианттар. Бүгін сіздермен бірге Жанна Төремұрат денсаулық каналында. Бүгін бір ерекше бір тақырыпты қозғағым келіп тұр. Бұл халық медицинасы, халық емі жайында. Енді халық медицинаның арасында өзінің бір ерекшеліктері бар, плюстары бар. Әрине оны жоққа шығармаймыз. Білесіздер, фитотерапия деген жалпы медицинада да бар нәрсе. Бүгінгі эфирде ерекше қонақ осы өзін халық емшісі деп таныстырып жүрген, табиғи жолдармен, шөптермен емдеу жүргізіп жүрген керемет бір жігітті эфирге шақырып отырмыз. Қазір өзін өзі таныстырып өтсін, ары қарай сосын эфирімізді жалғастырсақ. Саламатсыздар ма? Кеш жарық. Мен есімім Нұрқаділ. 2019-дан бері осындай шөп дәрілермен айналысамыз. Халық емі, соның ішінде именно фитотерапия. Өзім Қазығұрттың жігітімін. В основном енді ел алтын қоңызбен таныған, себебі алтын қоңызды былай ауылда жай үшін сату деңгейінен интернетке, басқа облыстарға, даже шетелдерге шығарған, онлайн әлеміне шығарған мен болатынмын. Сондықтан да алтын қоңыздың маркетологымын дейсің ғой. Мені әр жақтан көрсе де, мысалы базардан көрсе де, торговый домнан көрсе де, даже шекарадан да өткен кездерде мынау алтын қоңызбен айналысасың ғой деп сұрап, жаңағыдай танып жатады. Өте көп танып жатады, себебі алтын қоңыз деп іздесе ютубқа бірінші мен шығамын, мынау ерлердің мәселесі, простатит емдеу жағдайында деген сияқты. Енді одан бөлек те өнімдер көп, жалпы мынау жаңағы давление, сахар түсіретін өнімдеріміз бар. Жаңа аяқтың суығын алатын деген сияқты әртүрлі, бірақ именно осы алтын қоңыз арқылы жақсы таныған ел. Сол басқа қандай сұрақтарыңыз бар? Жақсы, Нұрқаділ, бүгін келісіп алайық, эфиріміз шынайы болу керек. Қалай бар солай айтасың сұрақтарыма. Өтірік қосуға болмайды, сразу ескертіп қояйын. Енді біз халық медицинасы деген кезде, мысалы, халық медицинасына былайша айтқанда көп жағдайда мұқтаж. Және қай жағдайда халық медицинасына барады адамдар? Неге барады? Мысалы, қазір медицина дамыған, дәрігерлер бар. Неге халық медицинасына жүгінеді? Ол бір ғана қарапайым себеп. Маған мысалы алтын қоңызы еріккеннен ешкім ішпейді. Қарапайым осы алтын қоңызды мысалмен түсіндіріп берейін. Урологқа барды, емделді, болмады. Сол кезде келеді. Просто ананы ішіп көреді, мынаны ішіп көреді, нәтиже болмаған соң ақырында алтын қоңыз ішіп көреді. Результат болады. Жаңағы енді бұны бекерден бекер ішпейді деп жатқан себебім сол. Маманнан дұрыс ем ала алмаған соң келеді, халық еміне жүгінеді көп жағдайда. Демек, сенің айтқаның бойынша мамандардың барлығы жаңағыдай дұрыс емес деген сөз емес. Дұрыс емес маманға жолып қалады. Одан ем болмағаннан кейін біреуіне барады, екіншісіне барады. Әсіресе аудандық, ауылдық жерлерде мықты мамандар өте аз. Сондықтан ол кісілер осындай халық еміне жүгініп жатады. Менің ойымша керісінше болады. Мысалы, бірінші адам халық медицинасына жүгінеді, емделіп кетсе, ұшықталып кетсе, болды, ары қарай дәрігерге бармайды. Ондайлардың пайызы өте аз. Енді ол мынандай түсіну керек та. Бір 5000 теңгемен бір ауруды емдеп жіберу деген сияқты нәрсеге сенетін болса, ондайлар бар енді, жоқ емес. Ондайлардың пайызы өте аз. Ол енді ақшасын өте экономдағысы келеді, и бір 5000 теңгемен бір ауруды емдеп кетем дейтіндер точно алданады. Енді ол мысалы жаңағыдай бір әйелдерге қатысты болмаса сондай бір заттар сатылып жатыр қазіргі таңда. Бір кішігірім бір нәрсе арзымайтын тиын тұрады, и сонымен сенің мынандай бүткіл үлкен проблемаңды емдеп жіберем деген сияқты. Ондай болмайды еш уақытта, мүмкін емес нәрсе ол. Бір оның үстіне көп жаңағыдай өнімдерде бір жерге шынымен ем болатын болса, значит бір жерге де кері әсер болу ықтималығы бар. То есть барлық жерге ем, ешқандай кері показаниясы жоқ дейтін нәрсе болса, значит онда
вопрос бар бұл Иә, жерде. сиқырлы Или вообще таяқ жоқ ешқандай дейсің ғой, иә? сиқырлы нәрсе болмайды. Ешқандай нәрсеге әсері жоқ деген сөз, значит, Иә. ол өнімде. Сондай Бәрін нәрсе. емдейді десеші, значит, ештеңе Иә, емдемейді дейсің иә. ғой. Так что сақ болайық дейсің ғой. Енді мен біраз сұрақ дайындап қойдым да. Жалпы осы алтын қоңыз деген не? Алтын қоңыз деген бұл емдік жәндік. Майский жук дейді біз жақта. Ол біздің Гуглдан қараса да жаңағы осы орталық Азияда ғана тараған. Именно мына өгем тауларында, өзі өгем таулары Қазығұрт, Ленгір, Төле би ауданы. Көрсем болады ма? Иә, Түлкібас аудандарына таралған. Осы ауданның аймағында мынау ұшқат дейтін ағаш болады, бұталық. Сол ағаштың жапырағымен ғана қоректенеді. Именно майский жук дейтін себебі май айының соңында бір 2 аптадай ғана болады. Басқа уақытта болмайды. Біз қаяқтан келетінін де білмейді, қаяққа кететінін де білмейді. Бір 10 күн аралықта уже жоқ болып кетеді. Сол уақытта тер алғанымызша теріп үлгереміз және оны арнайы кептіріп, сосын барып қана ұсынамыз. Ұсынғанда да бұны жаңағыдай ұнтақтап барып ішу керек деген сияқты өзінің жолдары бар. Енді қазір Алтын көріп қоңыз деген отырмын да, осы. шынымен бір қоңыздар екен. Иә. Алтын қоңыз десе расымен алтын қоңызға ұқсайды. Қазір енді көбейіп жатыр, енді елдер танып, жаңа бір-біріне айтып, себебі көбінесе бұны батыс өңірлері қолданады, көбінесе жаңағыдай суы өтіп кеткен ана Жалпы жер. расымен соны сұрағым келіп тұр. Мынау сары қоңызды, алтын қоңызды не үшін ішеді, қандай пайдасы бар бұның? Бұл в основном суықты инфекцияны ер адамдардағы мәселені шешеді. Қандай Простатит мәселелер? болып кеттім деп, ол елдің екінің бірінің аузында простатитті жаңағыдай ұстап Балмен алғаны. емдеп жатыр ғой қазір. Бал деген нәрсе ішкен кезде ғана әсер етеді, емдемейді. Мынау емдейді. Емдейтінін қаяқтан білеміз? Бұл ішкен кезде зәр арқылы мынау суығы бар инфекциясы бар бәрін тазалайды. То есть әсер етеді. Действиясы бар. Результаты бұл маған келеді. Мынау түнде қайта-қайта жаңағыдай кіші дәретке шыға беремін. Дизурия мәселесі болсын, жаңағы ер адамдардағы аспаптың былайша айтқанда қуғасы безі, простатитильный железаның қабынуы салдарынан түнгі шабыса жаңағыдай әлсіреуі болып жатады. Соның бәрін былайша айтқанда потенцияның төмендеуі. Иә, потенцияның төмендеуі. Бұл енді дұрыс қан айналымы жүйесінің болмауы, жаңағы енді суықтағаннан кейін ол бәрі бірінен кейін бірі бұзыла бастайды. Соны бұл емдеп шығарады. Бұл суық инфекцияны тазалаған кезде зәр арқылы жаңа қан айналым жақсарады. Қан айналым жақсарған соң ғана аспаптың әңгімесі түзеледі. Былайша айтқанда аспапты қаннан басқа ешнәрсе көтермейді, бұл соның жұмысын жақсартады. Енді бұл уақытша дүние емес пе? Мысалы ішкен кезде ғана әсер етіп, кейін қайдан ішу керек болып тәуелді болып қалмай ма? Жоқ, наркотик сияқты. Бұл дәрі емес, не бал емес. Бұл көріп тұрған алтын қоңыз. Бұл қалай сонда адамға әсер етеді? Мысалы, жаңа шөп жегендіктен ба? Енді ұшқатты басқа ешнәрсе жемейді. Ұшқат. Иә, ұшқат деген бұталы өсімдік, соның жапырағы. Ағаш сияқты өсімдік па? Иә. Соның ғана жапырағымен қоректенетін алтын қоңыз. Басқа ештеңе жемейді. Жоқ. Және ол бір ай өмір сүреді дедің ба сонда? Бір ай емес, бір 2 аптаға жетпей жоқ болып кетеді. Сол кезде ғана жейді, сол шөпті. Ал жаңа ұшқаттың медициналық қасиеті былайынша зерттелмеген тоже, иә? Жоқ. Ұшқатты енді жаңағыдай ағашын ғана қолданған. Енді бұның зияны бар ма, мысалы, побочный действиялар? Бүйрек өтінде тасы барлар болса негізі түсіріп жіберген жағдайлар бар, бірақ біз соңғы кездері бермей қойдық, себебі бұны алған кісілердің көбісі қиналып қалады, шыдай алмайды. Сол үшін біз арнайы алатын кезде УЗИ-ге түсіп келіңіз, заключение жіберіңіз, содан кейін болады, болмайды. Медициналық тексеріс өткеннен кейін ғана бере аласыздар, иә? Содан кейін ғана беріп жатырмыз. Одан кейін бүйрек өтінде тас болмау керек және мынау несі болмау керек, асқазанда язва болмау керек. Себебі бұл ерітіп барып тазалайды барлығын. Бұны мен берген кезде, ішетін кезде айтатыным сол, тілде ұстап тұрмаңыздар, жаңағы ұнтақтадыңыздар ма, сразу ішеріңіздер, шай көбірек артынан. Бұны капсулаға салып беріп жатқандар бар, осы моментті пайдаланып айта кетейін. Тілінде ұстап қалса не болады? 10 секундтан артық ұстаса бұл тіл ойылады, бұл ертеді. Бұл асқазанға сосын әсер етпейді ма? Сол үшін язва болмау керек деп жатырмын ғой. Бұны мен қанша уақыт болды айналысып жатқаныма? Елдің бәрі біледі, видеоны Алтын қоңыз Нұрқаділов ютубқа терсе, ең астыңғы видеолар 2019 жылы салынған. То есть 2019-дан бері мен айналысамын. 5 жыл болды ма, 4 жыл. Енді қанша адамға пайда істейді бұны?
өте көп. Мен енді былай есептеймін, алтын қоңызы мына менде енді ешкім еркектер әсіресе рахмет деп айтып қоя салады, жақсы болдың дейді да, кете салады ғой. 8 жылдан бері бала көтере алмай жүр едік, ұрықтың пайызы төмендеді еркектерде. Енді бұл жерде бір нәрсені айта кетейік, егер бедеуліктің мәселесі простатит болса, ондай кезде басқа мысалы әйелде проблема болып жатса или там варикоцелеге қатысы болса, ол операциямен ғана, ол ондай варикоцелені емдеп жібереді деген нәрсе емес бұл. Оқырмандар дұрыс түсіну керек та, именно простатиттің мәселесі болып жатса, вот алтын қоңызды суықтатып алып, жаңағыдай соған бола, жаңағы соның проблемасынан бала көтермей жүрген болса, сондай жағдайларда біз бәрібір де маманның тексерісі керек. Ол до и после, себебі ол жаңа мар тест тапсырады, басқа тест тапсырады, жаңағы мазок тапсырады деген сияқты. Ұрықтың сапасын ол жерде спермограмма анализін тапсырады, до и после көрген кезде өзі анық көрінеді, қаншалықты әсері болды, нәтижесі болды деген сияқты. Және ол нәтижесі мынамен өлшенеді, бала көтерді, көтермеді деген сияқты. Сондай. Так, енді қалай қолданатын примерно түсіндік па? Түсінбедік па? Қалай қолдануы, мен бірінші күні біреуін ішеді, ұнтақтап, жаңа шаймен ішу керек. Шаймен, қара шаймен ба? Жылы су болса да жеткілікті. Главный енді бұны азанда ішетін болған соң салқын бармай қойсын деген ниетпен жаңағы шаймен ішкіземіз. Қоңыздың өзін жұту бірінші бір түрлі сияқты ғой, қайып жұтады. Ауырып жүрген адам жұта алмасың. ұнтақтап ішеді ғой. Бұны бірінші ұнтақтап алады. Қанаттарын жұлып. Қанаттары енді пайдасы жоқ сол үшін. Қанаттарын жұлады, өзін ұнтақтайды. Өзін ұнтақтап. Қазір мен сотканың бетіне аяқтар түсіп отыр. Өзі ұнтақталады. Ұнтақтаған соң иісі бар екен. Кәдімгі таблетканы қалай ішеді, дәл солай ішеді. Мысалы ұнтақтап шайға араластырып жеді, ішеді. Жақсы. Ары қарай мен негізі өзім айтып отырамын, чтобы адамдар бұл ішкен кезде сразу болды емделіп кетем біреуінен деген нәрсе жоқ та. Ол тазалайды ғой, ол кездерде қиналып бәрібір маған хабарласады. Сол үшін мен оны өзім берген кезде қолдану жолын күнделікті онсыз айтып отырамын. Қандай әсері болды, болмады дегеніне қарай. Сосын сен енді қазір алтын қоңызды мен қарап отырмын. Мысалы сен алтын қоңыз деген кезде осы бүгінгі біздің подкастқа дайындалған уақытта қарасам, расымен алтын қоңызды бүгінде нарыққа шығарып жатқан адамдар өте көп. Сенің басты ерекшелігің не олардан? Сенің мысалы қарасам реально продвинутый да, и сенен алушылар көп, сенде отзыв көп парақшаңда да. Мысалы біз халық емшілердің арасынан кіммен подкаст өткіземіз деп ойландық қой. Сол кезде именно неге саған көзіміз түсті, өйткені расымен жаңа отзывтарыңды көрдік, шын сондай ма деген ойлар туындады ғой. Сонда не ерекшелігің бар өзгелерден? Алтын қоңызды мынандай, мен айналсам жаңағы соңына дейін қолдану жолын айтып отырамын, біріншіден. Екіншіден кері байланыс болады. Заблокировать етіп жоқ болып кетемін. Себебі алтын қоңызды басқалардан алып алған, жаңағыдай әсер етпей жатыр ғой деп маған хабарласады. Өзіне хабарлассаңшы енді, неге онда ескісін беріп жібердің ба деп сұрасаңшы десем, алмайды телефон, бармайды звонок. Сонда мынаның қоңыздың еще ескісі бола ма? Енді мынандай, мен алтын қоңыздың биылғысын сатып жатырмын. Мысалы, бір жылға дейін жарамды алтын қоңыз, мысалы 2023-ның мамырында терілді, 2024-ның мамырына дейін жарамды. Сөйтіп мен келесі жылға мен жаңадан терем, ескісі болса болды, жарамсыз тастау керек болады. Оны біреулер соның өзін жаңағыдай тастауға қимай, бұл да бір кішігірім ақша ғой деп қалама, енді сондай бер жүреді. Бұл қоңызды теріп алғаннан кейін мысалы бұны енді бұжуға болмайды. Осылай сақтап қойсыңдар деген ғой. Кез келген бұндай өнімдер көлеңке құрғақ жерде сақталу керек. Мысалы қоңыз дейді, қойып қойсаң ол кетіп қалады ғой. Қалай сақтайсыңдар деп таңғалып отырмын, жыбырламай қалай кетіп қалады? Жолы бар. Жолы бар ма? Айтпаймын дейсің ба? Секрет. Секрет емес, қатты қиын емес, қарапайым способ. Просто ойлап тұрмын да, мына ішіне қамақ қоясыңдар ма или? Жоқ. Мына қоңыздар қалай ұшып кетпей тұр деген. Мысалы, банкіге былайынан салып қояды ғой. Сөйтсе де тұра береді, қанша күн болса сонша күн. Шөпті жеп алды, күш алып алды, жата береді дейсің, өлмей. Күші мықты. Значит, еркектерге де мықты болуға түнімен жұмыс жасауға әсер етеді дейсің. Бұны сұрайды. Алтын қоңызды мынандай ашық сұрайды, енді бізде в основном еркек аудитория болған соң қаншама адамға көмектесіп жатырмыз. Сұрақ мынандай, мен анандай балды іштім,
ішкен кезімде таңға дейін или бір 5 рет 3 рет шауып жатырмын. Алтын қоңыр жоқ, әңгіменің ашығы солай. Бірақ ол екінші күн ішпей қалсам болды. Наоборот, керісінше әсер етіп кетіп бара жатыр да. Ішпесем тұра алмай қалдым, тәуелді болып қалдым деген сияқты. Енді бұны ішсем тура сол сияқты жаңағыдай 5 рет шабам ба деген сұрақ қояды. Оның жауабы мынандай: жас кезінде адамның қалыпты күш қуаты қандай? Қалыпты кездегі. Суықтамай тұрып, ауырмай тұрып, простатит болмай тұрып. Жалпы өзінің темпераменті қандай? Қандай? Тура сондай деңгейге жетеді. Ол жас кезінде мысалы 1 рет 2 рет ұрып жүр делік. Сөйтіп алтын қоңыр ол өтірік ол. Өзінің қалыпты темпераменті қандай, күш қуаты қандай, соған қалпына келтіріп береді. Басқа бұның жаңағыдай қосып бермейді. Оның ондай қосып береді деген нәрсе өтірік ол. Ондай егер прям күнделікті қосып беріп жүрсе, ол уже жаңағы как бал болуы мүмкін, басқа өнім болуы мүмкін, виагра болуы мүмкін деген сияқты әртүрлі. Жалпы енді біз медицинада скептикпіз ғой, жалпы бұндай нәрсеге көп сене бермейміз. Осы урологтар не дейді осы жайында вообще? Біздің уролог дәрігерлер не айтасыздар? Ну-ка, давайте комментарий жазыңыздар дейміз. Мынандай дәрі деп береді, қоңыз деп бермейді. Қоңыз деп берсе, урологтар бұны жалпы былай мен тартып көргем. Давай ақыры білесің, өзіңде қолдан, болмаса пациенттерге бердің, результатын көріп жатсың. Бізде медицинада андай басқа біреу дәлелдеп бермесе, былай тартыншақтайды. Ол бірінші мәселе. Екінші, кейбір атаққа қалам деп қорқатын шығар. Қоңызбен емдейтін дәрігерлер. Кейбір урологтар бар. Мынау демей ақ қойын, түсірген урологтар бар. Әсіресе соңғы айларда охват жинау үшін қайта-қайта видеолар түсіре береді. Оны маған қайта-қайта неме жібере береді. Мынандай сен туралы сендердің сатып жатқан қоңыздардың жайында деп па? Бір нәрсе айтып жатыр, осындай нашар айтып жатыр деген сияқты. Айтса айта берсін. Менің себебі олармен ондай деңгейге түсіп сөйлесуге, біреудің жұмысын талқылауға қатты уақыт бөлмеймін және қарамаймын да. Бір отрывокты көріп қалдым, жаңағы ол орманға барып шөп жейді. Ол алтын қоңыз екен. Сонда ем болып кетеді ма? Сиыр да барып орманға барып шөп жесе, сендер содан простатит емдеп. Бұл қайдағы шөпті жеген? Бұл ұшқатты жейді. Әлі өздері көрмеген, зерттеп көрмеген. Айшын былай охват жинау үшін айтыла салған видеоларды халық көріп жаңағыдай екі ойлы болып жатқан жағдайлар бар да. Сол үшін егер уролог мырзалар көріп отырған болса, жеке менімен жолсын, мен түсіндіріп берем. Мынандай да, егер мынандай мынау 300 адамның отзывы деп жатырмын ғой, мен әрқайсысына хабарласып бере аламын. Или өздерім менсіз телефондарын берейін, менсіз сөйлесе болады. Жаңағыдай сенде шынымен ем болды ма деген сияқты. То есть пациенттің өзімен сөйлесіп, өздерінің нөмірін бәрін бере аламын. Егер шынымен жаңағыдай ем болмады, анау-мынау деп бәрі шынымен айтатын болса, онда мен қоямын бұндай нәрсені ше. То есть 2019-дан бері айналыспайтын едім ғой. Айналыспайтын едім. Рахметі болмаса ешкім айналыспайды ғой. Халықтың алдында шынымен де айту керек. Біз қателеспіз, осындай бауырымыздікі дұрыс екен деген сияқты. Оны зерттемей жатып, әлі көрмей жатып, жаңағыдай артық әңгіме айтудың қатты қажеті жоқ деп ойлаймын. Айтса айта берсін, бірақ мен олармен бір қырқысып, болмаса бір қайта-қайта видео жасап, ондай қажеті жоқ. Бір ғана сторис шығарған болатын. Осындай видеоларды көп шығарып жатсыздар, шығарып жатыр екен. Ол урологтар мені көбісі құлдап тастаған екен. Жаңағыдай тек видео форматын ғана жібереді ғой. Егер осы сторис көрсеңіздер, оларға жіберіңіздер, менімен жеке сөйлессін. Жаңағыдай мен көрсетемін, дәлелдеп беремін. Мен диалогқа дайынмын. Дайынмын, мен қашпаймын, одан проблема жоқ. Себебі қаншама емделушілер бар. Оны былай айта салам да, танымал адамдарды алып жатыр. Шетелге де сатып жатыр. Енді танымал адамдардың аты жөнін айта алмаймыз ғой. Былай айтайын. Елге танымал имамдар, елге танымал беделді адамдар, сыйлы адамдар. Ол мынау әншілер, бір жұлдыздар дегеннен бөлек танымал елге сыйлы адамдар. Жұлдыздар да алып жатыр ма? Көп қой. Көп, Мына деп айтпай ақ. Жоқ, таңғалады кімдер алып жатқан естісе ше. То есть менде мысалы кешегі ұстаз білесіз, айттым. Хорошо, атын айтпай ақ қояйық енді. Сондықтан олар бекерден бері алып жатқан жоқ, таныстарын алып беріп жатады деген сияқты көп. Өздері ішеді, сосын достарына береді дейсің ғой. Енді результат болғаннан кейін ғана енді жаңа сен имамдар деген кезде ойладың да, неге имамдар алады? Потому что оларда екінші, үшінші тоқалдар бар да. Әрине. Басынан сондай ғой. Бәріне де күш жету керек деген сияқты. Бұл
жаңағы күш қуатты күнде арттыратынына. күнде анаған очередьпен барып отыр да. Ал жаңа бір сөзінде айтып қалдың да андай шетелге де бұл шығып жатыр деген нәрсені. Сәл қиынырақтау. Шетел болғанда шетелдің қазақтары. Енді мынадай менің қазақ тілін түсінетін Өзбекстанды, Қырғызстанды көбірек алады енді. Олардан алып жатады. Қырғызстанда бұл жоқ қоңыз. Қырғызстанда жоқ мүлдем. Бұл тек қана біздің Қазақстанның өгем таулар аймағында ғана бар. Өзбекстанға өтіп кеткен ары бетімізде бар. Себебі Шұқат біздің өгем тауы ары бетке өтіп кеткен. Жалпы осы қоңызды енді зерттеп жүрсің ғой сен. Басқа жерде өспейді ма бұл? Басқа жерде мен мүлдем көрмедім. Бір жасыл түрін көрсетті, мынау Шығыс Қазақстаннан ғана. Бірақ мен оған қатысты ешнәрсе айта алмадым. Себебі сұрадым мен, сіздерде бұрыннан қолдана ма или ауылдарыңызда өзі белгілі ғой. Бізде мысалы бұл оңтүстіктің бәрі біледі. Сол таудың ауылының бәрі біледі. Бұрыннан қолданып жатқан нәрсе. Олардан сұрадым. Қатон-қарағай жақ қой деймін, қателеспесем. Сіздерде қолдана ма бұны дедім. Біреу қолданған ба сіздер жақтан? Жоқ, білмеймін. Мен просто жаңағы мал бағып жүреміз. Көргенім сенен мынау біздікі сәл ұқсас екен. Онда мен білмеймін. Ол жауап бере алмаймын, айта алмаймын ондайға. Негізі барып көрмедің? Жоқ, барып суретін көрсетті ғой маған. Олардың мен жасыл вообще басқаша түстеді. И жаңағы ішкен адамдар бар ма сіздер жақтан қолданып жүрген? Ол енді бізде бекеден бері ауылдың адамдары, таудың адамдары іше бермейді ғой бұны. Жаңағы бүйрегі ауырса болды, осыны ішеді да. Бүйрегі ауырса ішеді. Иә, бүйрек суықты суықтаған. Демек бұны әйелдерге де ішуге болады ғой? Әйелдерге де болады. Бірақ әйелдерге мен өте сақтықпен және мейлінше бермеуге тырысамын. Себебі әйел адамдарға өте қатты әсер етеді. Мысалы біреу емес жартысының өзін ішкенде қатты әсер етеді. Бүйрегін тазалай ма? Не істейді? Иә, бұл енді жаңағы әсер етті дегенде қалай әсер етеді ол? Қатты әсер етеді дедің ғой. Зәр арқылы тазалайды. Пациенттің қандай шағымдары пайда болады? Туалетке қайта-қайта жүгіреді. Бірінші белгі бастайды. Қазақша айта берейік. Иә, зәр арқылы. Екінші, бұл ірің қанды аралас шығара бастайды. Егер жаңағы суық бар, басқасы бар, солай тазалайды. Енді ол жаңағы суықтың бәрі алынған кезде ол жаңағы қан аралас шығатыны, инфекцияны да солай тазалайтыны, ол содан. Жаңағы бізде көбінесе жігіттер алып жатқаны ұстап қалды, қыздарға бардым дейді, сөзің ашық керек. Соған осы алтын қоңыз көптеп алатыны жаңағы инфекция. Жойын мен сонда таң қалып тұрмын, сонда инфекцияны емдеп тастай ма сонда бұл? Иә. Антибактериальный да терапия сияқты болып тұр ма сонда? Бұл жаңағы ерткеннен уже белгілі ғой. Мысалы біз медицинада инфекция жұқса, оны половой партнермен бірге антибиотикпен емдейміз. Мынандай, урологқа барады, 200-300 мың ақша кетеді. 2 рет барады, 6 ай сайын, 3 ай сайын кел дейді. 1 жыл болды, әлі кетпей жатыр. Инфекция жұқса, тем более ол мужской жаққа әсер етеді. Вот, поэтому қыдырмай жүріңдер жігіттер, көттерін қысып жүрдер. И емделмеді, емделмеген жағдайда алтын қоңыз ішуге келеді. Сосын результаты жаңағы отзывтарды көрсе болады. Енді саған сенсек, бұның барлығы прям 300-ден аса отзывым бар, керемет нәтиже деп жатсың ғой, одан да көп. Енді мысалы сенбейін десем 2019-дан бері айналысып келе жатырмын дейді. Баяғыда если әсер етпесе, жігіттер баяғыда сен жоққа жүретін еді ғой да. Енді бір жағынан қазір енді біздің медицина бұны мойындамайды. Бірақ енді расымен біздің қазір бір ой келіп отыр да, қазақ даласында өсімдіктері бар, жануарлары бар, мысалы бұғының мүйізінің қанын кескен кезде сонымен де емделіп жатады. Оның да еркектерге денсаулыққа жаңағындай пайдасы бар екендігі прям дәлелденген де. И жануарлардың мысалы өтін пайдаланып жатады, өт тасы бар ауыр адамдарға. Сол сияқты жануарларды, жәндіктерді, соның ішінде біздің қазақ даласында өсетін шөптерді біз әлі мүлдем вообще зерттемей жатырмыз да. Мысалы сен жаңа бір ағашты айттың ғой, осыны қоңыз жейді деп. Иә. Соны да ешкім зерттеп жатқан жоқ та. Мысалы именно фитотерапевт мамандар осы медицинада шөпті зерттеп жүрген, мысалы халық медицинасын басқарып жүрген адамдар шіркін-ай соның бәрін зерттеп ғылыми тұрғыдан дәлелдесе, бәлкім біздің медицинаға осындай дүниелер енетін бе еді. Ал қазір мысалы халық емшілері әйтеуір біреуінікі рас, біреуінікі өтірік, халық кімге сенерін білмейді былайша айтқан кезде. Шынымен жаңағындай бірінші кейбіреулер халық еміне барады, сосын медицинаға барады, біреу медицинаға барып ояқтан дым шығармасын халық еміне барады. Оның ішінде шынайы ем алып жатқандары да бар, шөптермен және шарлатанға түсіп қалып жатқандары да бар.
Бірақ менің айтқым келетіні, мысалы жаңа урологтар деген мәселені қозғадық қой, сол жерде егер мынандай мүмкіндік болса да, мысалы енді 300 адам жаңа бала көтере алмай жүргендер бала көтерді деген отзыв енді күшті отзыв негізінде. Ол 300 адам емес, бір маған кері байланысқа шыққаны бір 25-30-дай ғана. 25-30 адам осы қоңызды ішу Ол арқылы енді балалы 5 жылда ол өте аз көрсеткіш, бірақ Иә. соның өзі жақсы. Енді 25 отбасы балалы бола алмай отырған отбасы именно еркектің ұрығының спермасының нашар болғандығының себебінен бала көтере алмай жүрген 25 отбасына действительно осы алтын қоңыз көмектескен болса, онда респект, прям мен басымды иемін да. Бірақ бұл жерде мынандай мәселе да, біз бәрібір де медиктер скептикпіз ғой. И шіркін мынандай бір зерттеу жұмысы болса да, мысалы еркек адам спермограммасын тапсырады до, Иә. и полный курс сенің лечениеңді өтті. Иә. Мысалы біз ал деп айтайық, медиктер алма, оныкі дұрыс емес, халық медицинаға барма деп айтқанның күннің өзінде де халық бәрі барады, халық медицинасы болған и бола да береді. Оны жоққа шығара алмаймыз. Ол бар дүние де, и расымен кейде медицина көмектесе алмаған дүниелерге халық медицинасы күшті көмектесіп жатады. Оны біз мойындауға мәжбүрміз. Вот сондай кезде емді курсты алып біткеннен кейін спермограммасының вот сапасы. Мына жерде месе 20% деді, мына жерде мен 40%-ға дейін көтеріп бердім деген результаттар болды ма? Ондайлар көп. Мен жаңағы до и послен бәрін отзывтарды актуальныйда сап қойған оның барлығын. То есть бір ғана тек қана голосовой, күшті, түнімен оттың болды ғана емес, прям лабораторный, подтвержденный результаттар бар. Бар, ондай көп. Мысалы, сен айттың, УЗИ өткізіп аламын до дедің, и после УЗИ өткізесің, соның результаттар бар. Иә, жаңағыдай, мысалы, кез келген адамда құм болады. Себебі су ішпейтін адамдар ол даже тасқа айналып кетеді. Соның барлығын тазалап түсірген деген сияқты. Бір ғана жағдай бар, жігіттерде енді азосперма жағдайында енді қиындық туғызады. Ол себебі 0% былай көтере салу деген ол мүлдем бір миллионнан бір пайыз шығар. Ол азосперма жағдайында ғана қиын. Егер ұрықтың сапасы бір 5%, 10% болса көтеріп алуға болады. Оның үшін медициналық жолдар бар, көптеген жолдар бар. Алтын қоңыз бар. Яғни вообще 0 болса, вопрос кәдімгідей. Ол негізі бұны беріп жатқан Құдай, Алла тағала болғандықтан ниет етіп ішсін деген ниет, то есть ой осыдан пайда болған да. Жаңағы үмітті үзбеу керек. Құдайдың құдіреті шексіз. Бұл негізі ауруды да жаратқан Құдай, емді де жаратқан Құдай. Әркім ізденеді. Иә, іздену керек. Иә. Жалпы енді мына қазір біреу даттайды, біреу реклама жасап жатады. Мына бал деген мәселе бар ғой. Сатасың ба сол балды? Честно айтшы. Балды мен тегін беремін. Яғни сен алтын қоңызды алған адамдарға балды тегін бересің? Тегін беремін. Сосын мына мифке сенетіндер бар. Айта кету керек. Қандай миф? Атқа отырсаң, простатиттен жазылып кетесің дейді. Қалай ол атқа қаншама адам ауылда отырып жүрді? Иә. Емделіп кетті ма? Урологтардан негізі көп адамдар мықты. Білмейді емес біледі. Көпсі мынандай танымай жатқан урологтар мүмкін. Мен өзім жаңағыдай жіберіп тұрам. Неге? Себебі тек қана алтын қоңызды ішпеген адам болса, мен алдымен урологқа барып емделіп көр деген сияқты. Иә, сен бағана айттың ғой, мысалы урологтар жайында біз әңгіме айтқан кезде мынандай бір нәрсені айттым да, мен жайында жаман видео салса да, мен именно пациенттеріме уролог керек болған кезде сол кісіге жіберемін дедің, иә? Иә, мықты урологтарды білемін. Енді мен жайында нашар айтты екен деп, әлі зерттемесе де, мен оған жібермей қоймаймын емес. Мықты урологтар әр қаладан мен өзім енді бәрібір білемін. Бұлай жасаған жұмыстарынан, жаңағы опыттарынан деген сияқты. Яғни до тексертіп аласың урологқа, и после тексертіп аламыз деген сияқты сондай. Жаңағы болмаса біреулер варикоцелен емдей ма, сондай пациенттерің мен алтын қоңыз іштім десе, анау врач құлайтын шығар. Олар айтып баратын шығар, Құдай біледі. Бірақ мен біреудің жұмысына араласамаймын, сондықтан еш нәрсе дей алмаймын. Жалпы байқағаным, сен урологтармен былай тығыз жұмыс жасайсың, яғни до тексеріп аласың, после тексеріп аласың, тастары болса назначение берілмейді, яғни противопоказания бар. Сосын гастрит язвенный болса берілмейді. Гастрит болғанда, гастриттің қандай жеңіл түрі болып асқазанға түскен шланг жұтқан кезде өз заключениесін жібереді, соған қарай. Так. Енді жарайды, алтын қоңыз біраз талдап тастадық қой, тағы бірнекелерді алып келіпсің ғой. Баташка, қиылған. Бұны сізге кеше бергем. Бұл басқа да шөптер настойдан жасай береміз. Енді бізге бастан қазақ тілді аудитория. Мен рисковать етіп
бірдеңке ішіп жатырмын қазір. Не ішіп жатырмын айтшы. Өкінбейсіз, бұл айта берсем болатын шығар. Иә. Қайрат Жолдыбай ағамызға бердік, тағы мына біраз танымал кісілерге. Жаңағы енді бұл құрттамыр деген өнім. Құрттамыр Азанда кешке ішу керек. Мынау сахары бар, давлениесі бар адамдарға жақсы көмек түседі. дәмі, кстати, мен ойлаймын, ашты нәрсе ішкен деп кеше ішіп көрдім, нормально екен. Анардың дәмі келе ма? Иә. Анар қосылған ба не? Жоқ, анар қосылмаған. Құрттамыр деген өзі йодқа бай өсімдік бар. Соның несі. Бұл сонда қара, қандай жағдайларда құрттамырдың? Мынау сығымдысы ма или болмаса қайнатпасы? Қайнатпасы. Иә. Сол бір шөптің. Бір шөп емес, бұл жерде 7 шөп бар. 7 шөп бар. Главный шөп, ең негізгі шөп құрттамыр. Құрттамыр қай жерде өседі? Мысалы, бізде Қазақстанда жеңшенді жоқ деп есептейді. Хотя өседі. Өседі. Оны таудың адамдары кейбіреулер біледі. Мен осындай халық емін көбіне үйрену үшін қаншама ақшам жаратқанмын. Именно емшілердің жанына жоқ. Көбісі бірақ айтпайды, түсірмейді, түспейді. Бізде Қазақстанда, как всегда, бір ақпаратты біреуге үйрету, это проблема. Өзімен бірге моласын алып кететін сияқты. Бірдеңкені сұрасаң білмеймін дейді. Мен қарапайым. Оны мен білемін, ол дәрігерлерде де бар. Осы шөпті табу үшін мен 1,5 миллион теңгеден ақшам кеткен. Мәссаған. Бір шөп болғанда, басқа да шөптер бар. Жаңағыдай осындай өнімдер жасауға үйретші деген сияқты. Әр ауылда болады. Әр ауылда болған, бізде оңтүстікте көп емшілер. Жаңағыдай әртүрлі, енді отзывтарын қарайсың, барасың, бәрі емделіп жатыр, қандай шөппен емделіп жатыр, қай жерде теріліп жатыр, қалай жасап жатыр деген сияқты. Сондай да. Мен соның өзіне бір 10 шақтысын былай риза болыңыз деп қаншамасына былай реклама жасап беріп жатырмын, бірақ көбісі түспеді. Өте көп адам бар, мен таныстым, бардым, сөйлестік, келіспейді. Былай әшейін болды. Не себеп, неге? Білмеймін, видеодан қашатын шығар, мен түсіне алмадым. Мысалы, действительно адамға пайдалы болып жатса, менің дәрім, мынау шөбім пайдалы деп айғайлау керек қой адам. Видеоға түсуге өздерінің ішкі комплекстері бар шығар, білмедім, бірақ бұлай түспейтін, қашады. Камерадан қашады. Иә. Мен енді барып танысам, дастарханда боламыз дегендей. Сондай. Бұл бізде енді хотя олардың көпшілігінің жаңағыда халық емшілігінен, біздің де мысалы халық емшілігі ассоциациясынан сертификаттар бәрі түгел. Соның өзінде былай видеодан түсіруге қашады, тек алдына келген адам қарайды. Сертификаттар жайында айтып қалдым, қандай сертификаттарың бар? Жалпы действительно мынау шөптерді, қоңыздарды бұл мысалы кез келген адам айналыса бере ала ма? Мысалы мен қазір отырып бір қоңызды ойлап тапсам или бір ұстап алып тарақанды да мынау ем деп шығарсам бола ма? Жоқ, мынандай, ол айналысып жүрген болсаңыз, емшілер мысалы бізде Қазақстанда халық емшілер ассоциациясы бар. Не оқытады сол жерде? Енді әрқайсысы мынау қижама жасайтындар, сүлік салатындар, біз мысалы фитотерапия бойынша, біз шөптермен емдеу бөлімі деген сияқты. Кәдімгідей оқытады. Иә, үйретеді. Сертификат береді. Үйреткенде жаңағы именно сол маман, мен енді шөп мамандарынан үйренемін. То есть именно шөптерден үйренетін. Айтпесем бұған дейінде сүлік мамандарына үйрендік, жаңа ангина емдеу деген сияқты, олардың бәрін қатыра береміз, бірақ маған өзіме жақын, тауда өскеннен кейін, тауда жүретін болған екен, именно шөп бағытына, себебі бізде Қазақстанда көп өсімдіктерді, көп емдік рецепттерді жазылмаған, және жазылса да ол қысқа нұсқа орыстардың жазып берген немесімен жүр. Аудармасы, и то ол бір біздің тәуелсіздікке дейін жазылған кітаптармен әлі сол күйінде тұр. Ал мынау мен соны дамытқым келеді. Ниетім Қазақстандағы емдік шөптердің жаңағыдай қолданылуын, себебі кейбір жағдайлар болады, кейбір ауруларды, жазылмайды деген ауруларды осындай шөптермен жазуға болады. Енді расымен қазақ даласында өте емдік шөптер көп. Әлгі Қытайдың киносын көрсек, бір шөпті сығатты, ауыз қисайған адам түзеп жүреді, бір өлейін деп жатқан адам тірілтіп жібереді. Расымен шөппен емдейді де, бір киноларын көрсек. Бізде де болған, барлығында болған. Біз әсіресе түркілерде болған. Неге десеңіз, бұған дейін адамдар ауырмады емес, ауырды ғой. Ол кезде медицина болды ма? Жоқ. Дәрі болған жоқ, қазіргі химикат дәрілер. Сүлік ол кезде болды ма? Сүлік болған жоқ. Бізден келмеген. Бізде шөптер болды. Сол бізде сүлік болмаған, бірақ та жаңа қан ағызу. Ырымдар бар. Шертпе не вариант? Не вариант па? Ол былай тұншықтырған кезде кейбір адамдарға болмайды.
мынау шөптер бар. болмайды. Бізде бұған дейін ауырған адамдарды шөптермен емдеген аюдың өті бар. Мысалы қасқырдың Аюдың өтінің қандай пайдасы бар? аюдың Қазір өтінің бірақ аюдың өзі де жоқ шығар, өті тұрмақ, жоқ, амалын тауып алып жатқандар жетеді. Мынау қасқырдың Қазақ бауыры даласында бар, аю қалды өті ма бар. қазір? Бар, бірақ сонда да қоймайтын адам қоймайды екен. Ондайлар мен шет жағасын білем. Қасқырдың бауыры мысалға гаймартты емдеуге мынау бурнак дегенді қолданады да, өте сәл опаснылау. Одан да сәл жақсылау вариант бар. Қасқырдың бауырын алып жаңағы бұрышпен араластырып иіскейтін болса, анау гаймар кетеді. Бірақ біреулер ойлайды, мұрнына мысалы бір мұрнына ет өскен сияқты киста болады, оны гаймарит деп. Ол гаймарит емес. Мұрын қуысында мысалы гаймор қуысы бар, мынау ауаны ылғалдандыратын, жылытатын, суытатын деген сияқты. Соны арнайы лорға барып тексеріліп, ол жерден ем болмаған жағдайда ғана қолданылатын нәрсе бұл негізінде. Ондай методтар ше. Сондықтан оны бірінші барып қолдана салудың қажеті жоқ. Мысалы бурнак болсын, басқасы болсын, емдік шөптердің мен оны айтып отырамын әрдайым жаңағы видеоларымда. Жақсы. Так, сонымен қандай сертификаттарың бар? Мына жерге шығаруға болған шығар, мен өзімен алып келген жоқпын, бәрі Шымкентте қалды. Мына жаңағы халық емшілігінің куәлігі, жаңағы бізде жаңағы именно фитотерапия бойынша сертификаттар беріледі деген сияқты. Сол. Жақсы, енді қазір біздің оқырмандарымыздың арасында көптеген сұрақтар туындайтыны рас. Жалпы сені қаяқтан табады? Іздесе алтын қоңыз Нұрқаділ деп ютубқа жазса мен-ақ шығамын. Болмаса номерді осы видеода айтуға болады, или былай қойып қоя салсын. Өзі танымал нөмір, бәрі жаттап алатын нөмір ғой. Осы видеоның астына сіздің нөміріңізді қойып кетейік. Енді қызыққан адам ары қарай зерттеймін десеңіздер, Нұрқаділмен байланысамын десеңіздер, мен өзім мына шөбін ішіп бастадым. Өйткені біз Алматы облысы, білесіздер, таулы аймақ, бізде йод тапшылықты аймақ. Енді жалпы біздің шақырғанымызға сонау Шымкенттен келіп, ат терлетіп, осы біздің бағдарламаға қатысып жатқаныңа үлкен рахмет. Уақытыңды бөлгеніңе, шынайы ненің зиян, ненің пайда екенін енді барынша шынайы болғаныңа рахмет. Жалпы расымен де біздің халық медицинасының ішінде именно қазақи медицина, мынау біздің қазақ даласында өсетін кең байтақ жерімізде керемет самсап тұрған шөптеріміздің керемет емі бар екендігін біреу білсе, біреу білмейді. Және оны ешкім зерттеп жатқан жоқ. Сен сияқты бір арасында әйтеуір біраз азаматтар зерттеп, қолынан келгенше соны бір емге, пайдаға асыруға тырысып жатыр. Соған да рахмет. Жалпы халыққа пайдаң тигізіп жатқанына жаңа өзің айтып жатсың. 25 отбасы балалы болды. Яғни бедеулік проблемасы шешілді деп. Одан да көп негізі. Жақсы, одан көп болса біз одан да қатты қуанамыз. Расымен адам баласы барынша қоғамға пайдалы болуға тырысу керек деп ойлаймын. Жалпы осы тұста бір ой келеді да, біздің қазақ даласында қаншама емдік шөп бар. Менің әкем мысалы жай дәрігерге барып қаралғаннан гөрі халық медицинасына барып, шығыс медицинасына қаралғанды жақсы көретін. Өйткені дәрігерге барсаң, анда бар, мұнда бар, ана анализ тапсыр, мына анализ тапсыр деп ары-бері футбол жасайды. Одан да мен барып бірден жаңағы шөптермен емделе салғаным жақсы дейтін. Есімде жаңағы массажын алатын, сүлгін салдыратын, сосын барып тамырын ұстататын, сөйтіп шөп дәрілерін қайнатып, үйге әкеп сол қайнатпа шөптерді ішіп отыратын, және содан бір өзін емделдім деп санап отыратын. Енді әкем 65 жас жасады. Кейін біз дәрігер болғаннан кейін әрине уже халық медицинасына бармайтын болды, ешқандай очередьте тұрмайтын болды. Бірден любой есікке теуіп кіретін болды. Дегенмен бүгінгі таңда менің сондай бір ойым бар. Мына біздің өркениетті кәдімгі дәстүрлі медицинамен қоса халық медицинасының да бірге дамығандығы. Өйткені Қытайда білесіздер, мысалы кез келген пациент өзі таңдайды. Дәстүрлі медицина бара ма, жоқ халық медицинасына бара ма. Және екеуі де тексерілген, сертификатталған, өкіметпен рұқсат етілген дүние. Және біздің ата-бабамызда қаншама емшілер болған. Прям біздің Өтеубайдағы Төлеуғабылұлы қаншама шөппен емдеген. Сондықтан дәстүрлі медицинамен қоса біздің халық медицинасында дамыған дұрыс деп санаймын. Жалпы өзіңе рахмет, келгеніңе рахмет. Осындай керемет бір сұхбат өткізгенімізге рахмет айтқым келеді саған. Сіздерге рахмет. Осындай алдымен шақырып, критика айтпай жатып, халыққа шынымен де ненің ақ, ненің қара,
осы именно қазақ халық емшілігінің жарыққа шығуына жаңағыдай үлес қосып жатқаны үшін рахмет барлықтарыңызға. Біздің арнаға тіркеліп алыңыздар. Денсаулық каналымызда осындай жалпы ерекше бір форматтарда сіздерге пайдалы болуға тырысатын подкасттарды өткізіп тұратын боламыз. Әлі де талай халық емшілерін осы студияға шақырып сіздерге пайдалы болуға тырысамыз. Тек қана халық емшілері емес, сонымен қоса өзімнің коллегаларымды, дәрігерлерімді де шақырып сіздерге әртүрлі тақырыптарда подкаст өткіземіз. Осы видеоның астына Нұрқаділдің нөмірін қоямыз және сіздерден комментарий күтеміз. Қандай тақырыптарда подкаст түсіргенімізді қалайсыздар, жаза кетіңіздер. Әрине ең күшті, ең қызықты тақырыптарды таңдап алып, міндетті түрде подкаст түсіріп сіздерге пайдалы болуға тырысамыз. Және кімді шақырғанымызды қалар едіңіз? Біздің арнадан кімді көруді қалайсыз? Жаза кетіңіз.